Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. ТВК телеарнасында 13-ші регион бағдарламасы және сіздермен бірге мен Айзбек Өткелбаев. Бүгін біз сіздерге өткен тәулікте қаламызда орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндайтын боламыз. Әкімшілік полиция қызметкерлері 4-ші мөлтек ауданында ұрыны қолға түсірді. 20 жасар шымкенттік тұрғын бөттеннің үйіне кіріп, алтын сырғаларын жымқырып кеткен, бірақ айласын асырғанымен алысқа ұзай алмады. Мына 20 жастағы жас жігіт бөттенің үйіне рұқсатсыз кіргені үшін құрықталған. Оқиға 4-ші мөлтек ауданында таңғы сағат 6 шамасында орын алған. Белгісіз азаматты байқаған үйдің егесі дереу полиция қызметкерлеріне хабарласқан. Алайда жігіт үйлерді шатастырып алдым деп ақталуда. Білмеймін мен не болған, братан. Мына үйге кіруім керек, бірақ білмеймін. Қалай бұл үйге кірген, кірдің дейді. Қалай кіргенді білмеймін. Мына үйге кіруім керек, бірақ. Үйге кіріп, ұйықтауым керек. Азда жұмысым күтіп тұр. Білмеймін, болды. Анықтау жұмыстары барысында полиция қызметкерлері күдіктінің қалтасынан алтын сақинаны тәркілеген. Оған қоса үйдің егесін айтуы бойынша бұл жігіт дәл осы үйге бірнеше рет кіргісі келген екен. Мен қорқытма жоқ, далада біраз уақыт жүрем. Сосын үйде сықырлайды, бірақ мен есік құлыпмен тұр да есік. Бірақ мынау ашық тұр, сықырлап атады. Мен ар жаққа барған кезімде свет өшеді, үйдің светі кәдімгідей өшеді. Сөйтіп үйде бар екен білдім, мен өзіме тисе ма деп қорыққаннан көшеге қарай қашып шығып кеттім. Ит жаңағына Ернұр ма, сояққа звондадым да мен. Ол мен артынан сөйтіп біраз уақыт ана жерде Google-дан қарап тұрмын, что кім шығатынын көрейін деп, оны шығайын деп отқан неғымды қарадым, осы бала шығып келіп жатыр. Жас жігіт Абай полиция бөліміне жеткізілді. Қазіргі таңда бұл оқиға бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Егерде күдіктінің кінәсі мойындалса, онда ұрлық бойынша қылмыстық істің қозғалуы әбден мүмкін. Әкімшілік полиция тобының қызметкерлері тағы бір ұрлық фактісіне тосқауыл қойды. Қылмыс сауда орнында тіркелген. Бұрында сотты болған азамат сауда орнының маңында орналасқан дүмбешіктердің бірінде 10 ұялы телефонды қолда ету кезінде құрықталған. Мына ер азамат Сайрам ауданының тұрғыны. Бұрында да осы сынды қылмыс үшін сотты болған. Соған қарамастан ол бұрынғы әдетіне қайтадан салыпты. Алкогольдік ішімдікті ішіп алған ер азамат сауда орнының маңында орналасқан ұялы телефондарды сататын дүмбешіктерді тонап, 10 ұялы телефонды қолды еткен. Қай жылсың? 79? Қай тұрасың, Сайрам дедің ба? Әкімшілік полиция тобының қызметкерлері ұрлық жасаған азаматты сараптамадан өткізуге тура келді. Атап өту керек, сараптаманың қорытындысы бойынша ер азаматтың ішімдік ішкені де расталды. Орта дәрежелі мастық қой, анау басқа нәрсе жоқ. Полиция қызметкерлері ер азаматты Аль-Фараби полиция бөліміне жеткізіп, қазіргі таңда тергеу жұмыстары жүргізілуде. Алкогольдік ішімдікті ішіп алған 3 азаматтың арасында түсініспеушіліктің соңы төбелеспен аяқталды. Оқиға жедел жәрдем бригадасының қызметкерлерінің келуімен аяқталған. Ең қызығы, төбелес әйел баласының кесірінен орын алған. Мына пәтерде тұрғылықты мекен-жайы жоқ азаматтар тұрады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, пәтерде алкогольдік ішімдіктердің бөтелкелеріне толы. Дәл осы үйдің тұрғыны полиция қызметкерлерін шақыртты. Оған себеп әйел азамат үшін төбелес орын алып, салдарынан бір ер азамат орташа дәрежедегі жарақаттар алған. Я в этом доме всегда привык как жить. Добро, счастливо. Я вишни собрал, сдал. У нас все деньги были. Зачем он пришел, я вообще не знаю. Оқиға орнына жедел жәрдем тобының қызметкерлерінің келуіне тура келді. Қыз баласына төбелес барысында жарақат алған ер азаматқа алғашқы көмек көрсетілді. Алайда кейіннен ер кісі орташа дәрежедегі бас жарақатын алғаны белгілі болды. Оған кезде естен тандыңыз ба? Сознание терет еттіңіз ба? Құсқыңыз келіп атқан жоқ па? Аяқ киіміңіз кейін жүріңіз тоғау. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері бұл оқиға бойынша тергеу амалдарын бастады. Кінәлі азамат анықталса, бұзақылық бойынша жауапкершілікке тартылары хақ. Осымен біздің бағдарламаға берілген уақытты өз мәресіне жетті. Бағдарлама Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі мен әкімшілік полиция басқармасы көмегімен дайындалды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айзбек Өткелбаев.